Kayran Jungo'dagi Gautier, Kayran Jungo'dagi aeroplan. Aldın hafta jarısdan bir kaldım, ошол жана bir kaldım. Dokument zat bitpey atыр. Oh, tangı 5 kejetini men aytıyor. Buna göre jatıp yuxtagan boldum, ehtimol orunduq bar eken. Ketip baram, dokumenti bitirgeli. 11 saat poyz. Eba, Kayran Jungo'dagi Gautier, Kayran Jungo'dagi aeroplan. Eba, mına poyzlar akırın. Oha, yuxtaganim kursun. Dokumentim bitse bol Xudoga şükür deyim endi. Qaytar jene de 11 saat o'tiram. Oy. Jinnim ha, men mana men kecha 11 saat o'tirib poyozga bugun o'tirsam, dokument bitirgeli. Söylengen men dokumentimni isteydigan adam uyquda qolibdi deydi. Oha. Sodan bir dokument. Kim? Ben degan dayar turgan uyqu ola. Saat 12 oldu. Toa, men charchab yo'lda o'tirsam, uyquda qoldi deydi. Toa jinnim ha, sara. Qo'l qo'ydim jinlarga. Menga bir qiz ko'rsataysiz nega? Kostakov. Nechga yaptı? Made in China is everywhere. Fanta bir supermarket kirsam, barlig'i Jungo'nizdan. Kızıl kutusunu berim. Buna bir zaldın işi. Son işten yer. Kepter konakta taşın kokulan minalar diye kokulan neydelerde. Havanın uyumuna ikisini kokulan bence tavuğa. Çok çımından vurmayın deyip benim. Turuyu'da Navruzan'ı itiyakta aşıp koyup jatıp şöyle hazır. Sönkön ayakka etibinde bulaktaktım olduk. Bunu esit japtası jap başladık hazır. Özlüğümüzden zımırlayıp olduk. Babamın ağabayların sözünü köleşirken ağzına dili bakmayla patlatalım. Kiyimlerimde, bарлық нәрсемде, көрпелеrimde, командадан жуып жүрмін. Өйткені мен жатқан жерде киім жуатын машина жоқ. Сондықтан өстіп осындай бір сәл қиындау тұрмыс көріп жатырмыз. Ба, мен жүргеннен сәт шаршадым. Келгеніне бір ай болды. Күніге жүріп барып жүріп машыққа келем. 30 минут барам жүріп, 30 минут келем. Аяқтан аяқ қалмады. Машық болғаннан шаршап тұрған кезде өкшем ауырады ғой жүргеннен. Үйге қайтып келіп сол жерде ұйықтай салғым келді ғой кей кезде. Ба, тренер бір өсет берем деген еді. Ремонттан екен, әлі шыққан жоқ. Бір өсет ұмытсам болмады негізі. Шарқ жігіттермен әзір өзімнің деректі фильмімді kesіп отырмын. Бүгін команда жарыс ойнады. Мен ойнай алғам жоқ. Өйткені мен ең мықты деп өзім санаймын үшін командада. Құдай шүкір команда жеңіп алды, құттықтаймын. Бірақ мен енді өзім ойнай алмаған соң бір қысым әлгі тұлпарларды шапқанын көрген бір тұлпарлар байлап қойсаң, тапырсып тұра алмай кетеді ғой. Дәл сөйтіп тұрдым да майдан шетінде өзім тепкім келіп бәрім салғым келіп, бірақ та оң жоқ документтердің себебінен әлі тие алмаймын. Bir ай болды келгеніме 4 жарыстан қалдым. Әзірге шейін деректі фильмді kesіп отырмын. Ертең жексенбіге атыламын да мен болып қойдым. Түнделеп жасап шығуым керек. Кеттік. Осындай жынды болып қалған ба? Менің қошынам күніге арақ ішеді. Күніге жарымда сағат 3-4-те айғайлайды, шулайды, музыка қояды. Күн батып барады, күн батып тұрып, үстіңгі аспан ресімге татып тұрса, маған келіп менің үйімде кіресің дерсің. Әкең бас аспан сенің үйің беді. Кеткен әйте күніге шылқа мас екі бет қызарып жүреді. Топас деген осындай адам болады екен ғой. Тапқан әкесіңдер бөзек қылатын адам. Ендігі жол аянбаймын мен сені. Қасқатсың қағып аламын, ендігі жол бітетін болса, сөз күтісіп алсам, менің үйімді тартасың дейді ресімге. Жөндірсің ба, мен әлеуметтік жерде тұрмын, аспады тартып тұрмын. Кәмілан сенің есің қусын тартып жоққа, миыңда бар ма? Тоуа. Осындай адам болады екен ғой. Жұмыстар тосып тұрады ғой мені. Алғаным 2 күн болды, бүгін 3-ші күні арт жақ шағы жарылып қапты. Жел жоқ пантамен сен машинан кейін. Тоуа. Өзі дайым тұрады екен, бірдеңе сөстіп. Кеше Украина автобусымен бірге біраз әңгіме айтқам. Ол да сынаққа келген болатын. Мысалы кеше айтыпты болды, сен кете берсең болады деп. Оны естіп алып, мен бір қысым болып қалдым. Алдында сынақтарды мен деді ілінбей, жүрегіме қатты тиген сияқты. Анау сөйтіп айтып отырса, маған қатты тиіп отырды. Мен бір қысым болған жерде талай бағып отырдым. Ол бала деген бұрын Украинаның
улуттук курамасына катнашкан бала экен. Азыр мына 22 келди, бирок да жерекке осундай согуштун аягынан осундай жумуштар болуп жатыр. Ол эми Таня жана эле башка сынакчыларга барат. Олар кандай болот укпайсыңбы? Ананын сөзүн эсип мен бир кысым болуп калдым. Алдында мүйткөнүм, андай жагдай мага да көп тууган да. Жөгүм ашып кетти бир кысым. Азыр бир досу бар экен, үйүнөн чыга алмайт экен. 24 саат үйүнүн ичинде отурат экен. Көчөгө чыкса сакчылар көрсө уштап алат экен да, армияга алып кетет экен, аскерге. Мен эми туус тууганымды, дос жаранымды 10-20 жылдан кийин бирок көрөм. Качан көрөтүмдү укпаймын дейт. Нерген кыйынчылык десеңиз достор, тыныч заманга Кудайга шүкүр бар го. Азыр жанып турган 20 жаш го. Өнөнгөн бир досу былтыр кайтыс болуп кетипти. Көзүнөн бир кысым бир сезим көрөсүң да, адам көзүнө карап сүйлөп атсам, бир кысым аяныч, бир кысым. Кудайым мунун бетин арыксын. Ал достор, мен бүгүн бир нан жасайын дедим. Болкан күнүгө сатып алып жесең, айтып тамтыгы жок экен, аны тезде төгүп калат. Өзүм бир нан жасайын деп сынап көрүп жатырмын. Кеттик. Жерде биздин керек нерселер: аштыкы, бал, un, жылы суу, сармай, туз. Өмүрүмдө биринчи истеген наным. Карамады. Өзüm мактанып турмун бар го. Бай жигиттер, кубанычым чексиз. 2 ай бою мен кагаз тоскам, документтер тоскам. Бүгүн кужатым типти. Ben de өзüm жалгыз машыгып, ойбай болып келе жаткам, сөйтсөм тренер сөйлөп коюп, кеңсеге барып атымды кой деп, мен жок калдырып бардым. Соң атымды койсом, анагы сайыл киши айт, сени жарыстан көрөйүн деп. Жок калды, калыңдап турсуз ба дедим. Жок, калыңдап жок, жарыстан көрөйүн деп. Расымен ба десем, расымен. Осындай жакшы жумуштарыңды өзүң байкамаган жерде туулуп калат экен го. Көчөдө айгайлап жүрдүм, көчөдө колумду коюп, кабаттан чыгып айгайлап жүрдүм, кубанганда. Жүрөгүмдө турган бир тас кулагандай болду. Эми бүгүн жарышка дайындалам. Кул согам мен, сезип турмун мен, эң жакшы оюнчу балам болсун лигада.